Сәлем достар, менің каналыма хош келдіңіздер. Бүгін сіздерге формалы майчамның рецебін ұсынатын боламын. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Керекті құралдарды дайындап аламыз. Ыдысты таразыға қойып, форма жасауға арналған сояны өлшеп аламыз. Пешке қойып, сояны ерітеміз. Соя ерігенше формаларға майчам өзегін өткізіп аламыз. Кейбір формалардың бір жақ шеті осылай жарық болады. Біз бұндай формалардан сұйықтық ағып кетпес үшін сыртын осындай резинкемен мықтап байлап қоямыз. Соя балауызы еріп 85 градусқа жеткеннен кейін эфир майын, яғни хош иісті майды құйып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін формаларға құямыз. Сұйықтықты формаға құйып болғаннан кейін енді оның қатуын тосамыз. Формаға құйылған соя балауымыз әбден қатқан екен. Енді міне оны формадан шығарып аламыз. Май шамдарымызды формадан шығардық. Осы рецеп арқылы әр түрлі формадағы май шамдарды жасай бересіз. Сіздің осындай романтикаға бай өнеріңізге елдер қызғана да қарайтын болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Әлі талай қызықты май шамдар жасаудың видеоларын ұсынатын боламын. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.